Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері. Бүгін біз жаңа подкаст жобамызды бастап жатырмыз. Алла тағала ісімізге берекет берсін. Подкастымыздың атауы Құран не дейді? Яғни біздің подкастымыздағы мақсат қазіргі таңдағы өзекті мәселелерге Құраннан жауап беру. Осы Құраннан жауапты іздеуде бізге көмектесетін, талдауда көмектесетін Тілеулин Азамат Қари ұстазымыз. Ассалаумағалейкум ұстаз, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Ұстаз, алғашқы сұрақты бастамастан бұрын, жалпы осы қазіргі таңдағы өзекті мәселелерге Құранда жауап бар ма жалпы? Дұрыс сұрақ қойдың, Дәулет. Қазіргі көптеген мәселелер, қоғамда болып жатқан нәрселер, қоғамда актуальный нәрселер, адамдарға ушықтырып жатқан нәрселер, бүкіл нәрселердің Құранда жауабы бар. Өйткені сіздерге бір қызықты бір әңгіме айтып берейін. Баяғыда бір адам, діндар адамнан бір сұрақ қояды. Сен діндарсың ғой дейді, сен дінді білесің, Құранды білесің. Егер де бүкіл нәрсеге Құранда жауап болса дейді, онда бір қап ұннан қанша нан шығатынын маған жауабын айтып берші дейді, Құраннан дейді. Сосын әлгі діндар кісі, жарайды, Құраннан мен саған айтып берейін дейді. Сөйтіп жаңағы кісі бір айналып келгеннен кейін, жаңағы діндар адам бір қап ұннан осыншама нан шығады деп санын айтып береді. Сонда әлгі кісі айтады: мен Құранды зерттеп қарадым ғой, ол жерде олай нан туралы, бидай туралы жазылмаған ғой десе, Құранда мынандай аят бар дейді: фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Егер сендер білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Сол кезде жаңағы діндар кісі білім иесінен барып сұрап, яғни білім иесі бұл жерде наубайшыдан сұрап, не істеген? Сол бір қап ұннан қанша нан шығатынын айтып берген жаңағы кісіге. Сонда бұл жерде Құранның жаңағы әлгі адамның қандай сұрақ қойғанына байланысты Құран не істеп тұр? Жаңағы діндар адамға сілтеп жіберіп тұр да. Діндар адамды кімге сілтеді? Наубайшыға сілтеді. Өйткені әхлә зикри деген білім иесі, бұл жерде нан пісіретін наубайшы. Енді дәл осылай бүкіл қандай да бір сұрақтар болса, бүкіл сұрақтың жауабын Құраннан таба аламыз. Енді бастап сұрақтарыңды қойып көр. Сол арқылы Құранмен жауап беріп көрейік. Ұстаз, енді алғашқы сұрағымыздан бастасақ, қазіргі таңда Қазақстанда енді өзіңізге белгілі қоғамда жалпы парақорлық, жемқорлық деген жайылып тұрған заман. Яғни осы тұрғыда парақорлыққа, жемқорлыққа қарсы, яғни Құран не дейді? Аллах тағала Құранда استعيذ بالله былай айтады: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون дейді. Яғни Аллах тағала бұл сүрені, яғни бұл аятты Бақараның 188-ші аятында айтады. Бұның мағынасы не десек, өздеріңнің араларында бұзық болған малдарды жемеңдер дейді. Яғни бұзық болған мал дегеніміз қандай? Оның ішіне ұрлау кіреді. Қазіргі таңдағы ең не ушықтыратын нәрселердің бірі. Екіншісі тонау, үшіншісі алдап арбау, төртіншісі алаяқтық, қазіргі жемқорлық, парақорлық, бүкіл қандай жамандық атаулы ақша, мал түрлері бар. Мал дегеніміз бұл жерде ақша деп айта берейік. Қандай да бір жаман ақша түрлері бар, атаулы ақша түрлері бар, яғни мал түрлері бар. Оның баршасы батыл деген сөздің ішіне кіріп кетеді. Яғни батыл деп нені айтады? Жемқорлық, яғни батылдың ең үлкені ол жемқорлық болып есептеледі. Ал жемқорлық туралы, парақорлық туралы пайғамбарымыз алейхиссаламнан хадис келеді. Бұны риуаят еткен Абдулла ибн Амр деген сахаба не дейді? Ла'ана Расулулла әл-мурташи, әл-мурши вәл-мурташи дейді. Яғни пара берушіні де, пара алушыны да пайғамбарымыз алейхиссалам лағнет деген дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам кімді лағнет десе, оның лағнеті міндетті түрде қабыл болады. Сол үшін қазіргі заманда парақорлық, жемқорлық пен
мал тауып кәсіп тауып жүрген адамдардың баршасы осы аяттан осы хадистен не істеу керек? Қорқу керек. Осы хадисті білу керек, осы хадисті зерттеу керек, осыдан бір ғибрат алу керек. Өйткені бұл Құран баршамызға түскен. Бұл тек қана намазхандар үшін ғана емес, барша мұсылмандарға түскен. Намаз оқысын оқымасын, Алла деп, Алла бір деп, исламға, Аллаға сеніп тұрған адамдардың баршасы бұл Құранға амал ету керек. Және де парақорлық, және жаман ақшадан сақтанудың көмектесетін жолдары бар. Яғни бір адам болуы мүмкін, мен парақорлықтан айырыла алмай жүрмін, мен қалай дұрысталсам болады деген адам, ол біріншісі әділ болу керек. Бүкіл жерде әділ. Яғни ол қандай бір лауазымда болсын, ол төменгі лауазым болсын, жоғары лауазым болсын, әділ болса, бүкіл адамға бірдей қараса, сол біріншісі. Яғни қалай әділ болады десек, яғни ата бабамыздың да сөзі бар ғой, тура биде не жоқ? Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Яғни тура би дегеніміз кім? Туыстары болсын, қандай таныстары болсын, баршасына бірдей үкім, әділ үкім беретін адам. Ол жерде туған жоқ дегеніміз, оған менің туысқаным деп қарамайды деген сөз. Бір адам келеді, ол туысқаны болсын, болмасын істейді, заңда қалай жазылған, дәл солай үкім ететін адам. Тура биде туған жоқ деген сол. Ал туғанды биде иман жоқ деген сөз, яғни бір би болса, алдына келіп тұрған адам туысқаны болса, менің туысқаным ғой деп шамалы заңды жеңілдететін болса, онда не болады? Ода иман жоқ дейді. Иман жоқ деген нәрсе, яғни Аллах тағаланың айтқан нәрселеріне, Құранға қарсы шығып тұр деген нәрсе. Түсінікті? Ата бабамызда осы жемқорлық, парақорлыққа да не істеген? Айтып кеткен. Жақсы сөздер айтып кеткен. Енді пайғамбарымыз алейхиссалам, яғни мына аятты айтайын. Астағиду билля, саммауна лил кәзиби, аккалуна лис сухт дейді. Саммауна лил кәзиби, яғни бұл жерде яхудилерді, иман жоқ адамдарды, кәфірлерді сипаттап жатыр. Саммауна, олар естиді, яғни естуге құмар болады, лил кәзиби, өтірікті дейді. Өтірікті естуге құмар болады. Аккалуна лис сухт, және де бұзық болған, харам болған нәрселерді жейді дейді. Енді бұл жерде кәпірлердің мысалы сондай болса, онда мұсылмандардың сипат қандай болу керек? Оның там терісі болу керек. Олар не істеу керек? Өтірік нәрсені естуге құмар болмау керек. Өсек ғайбаттан сақтану керек. Аккалуна лис сухт деген не? Олар харам жейді дейді. Сухт дегеніміз пара, арам ақша, арам малдың барлығын сухт деген сөздің ішіне кіргізеді. Сухт деген сөзге қатысты бір мынандай оқиға айтып берейін. Пайғамбарымыз алейхиссалам Абдулла ибн Рауаханы Хайбардан салық жинауға жібереді. Сол кезде Хайбардағы кісілер өздерінің әйелдерінің әшекей бұйымдарын алып, жаңағы Абдулла ибн Рауахаға барады. Мәсен осы әшекейлерді ал, біздің салғымызды кішкене азайтшы дейді. Сол кезде сенің беріп тұрғаның бұл сухт дейді. Яғни аяттағы сөзді айтады. Сенің беріп тұрғаның сухт, ал біз сухтты алмаймыз. Біз сухттан дәм татпаймыз, мал жемейміз дейді. Ал сухт дегеніміз не? Ол пара дейді. Яғни сенің беріп тұрғаның пара, сол себепті біз параға, яғни жолымыз жоқ, біз параны алмаймыз деген сияқты бас тартады. Енді сухт деген нәрсені түсіндік қой. Яғни Аллах тағала айтқан кәпірлердің мысалын айтты. Аккалуна лис сухт деп, біздің мысалымыз қандай болу керек? Таза, мұсылмандар таза, жақсы халалынан болған нәрсені жеу керек деген сөз. Яғни там терісі біз мұсылмандардың сипаты болу керек деген сөз. Одан кейін әділ болу керек дедік қой. Ең бірінші, яғни парақорлықтан, жемқорлықтан құтылудың бірінші жолы әділ болу керек біріншіден. Яғни әділдік туралы тағы да бір оқиға бар. Умар радиаллаху анху халифа кезінде әйелімен бір жерге барады, бір қалашыққа барады. Сол қалашықта Умар радиаллаху анхудың әйеліне сол қалашықтың тұрғындары, әйелдері көптеген әшекей бұйымдар береді. Сөйтіп Умар радиаллаху анху үйіне қайтқан кезде жаңағы әшекейлерді өзінің әйелінен көреді. Сонда бұл әшекейлерді қай жерден алдың десе, жаңағы барған жерде әйелдер маны құрмет етіп, маны сыйға берді дейді. Олар неге саған береді?
егер бұрында біз бардық қой, яғни бұрынғы кезде мен халифа болмай тұрған кезде олар неге бермеді, ал қазір неге беріп тұр дейді. Яғни сенің алғаның бұл не хақсыз алғаның, сенің алғаның бұл болмайды. Яғни бұл жерде лауазымның несі болып тұр, жағымпазданып, яғни Омар радиаллаху анху әйеліне жағымпазданып, халифаның әйелі болғасын деп пара сияқты қылып, яғни сый ретінде пара беріп тұр деген сөз ғой. Сол кезде Омар радиаллаху анху алады да жаңа бүкіл әшекей бұйымдарды бәйтул малға береді. Бәйтул мал дегеніміз сол халифаттың қазынасы, мемлекеттің қазынасына береді. Сондай әділ болу, яғни қандай да бір жұмысшыларың болсын, немесе біреуді жұмысқа кіргізу деген сияқты нәрселердің баршасында қазір пара бар ғой. Бұл жердің баршасында пара алуға болмайды. Яғни барлығы өзінің біліміменен солай кіруге міндетті. Екіншіден, яғни жаңағы парақорлықтан құтылудың жолы қанағат ету. Адамдар қанағат болмағандықтан не істеп жатыр? Пара алып жатыр. Мысалға, бір адам бір лауазымда жұмыс жасайды дейік, қатты биік емес дейік, айлығы, орташа айлығы бар делік. Енді орташа айлықтан көбейту үшін не істейді? Ол параға жүгінеді. Ал Аллах тағаланың берген нәрсесіне, яғни пайғамбарымыз алейхиссаламнан мынандай хадис келеді. Аллах тағаланың берген, яғни кімде-кім мұсылман болса, және де Алла берген ризыққа жеткілікті қылып Аллах тағала ризық берсе, және ол ризыққа ол қанағат етсе, онда ол жеңіске жеткен, құтылған адамдардан дейді. Қанағат етпеуі адамдарды парақорлыққа алып барып жатыр. Яғни ата-анаңды, өзінің бала шағаңды, әйеліңді асырайтындай зарплатаң болып тұрып, жалақың болып тұрып, пара алу ол өте лас нәрсе. Яғни жетпесе де сен қанағат етуің керек. Өйткені Аллах тағала ешкімді аштан қалдырмайды. Әркімнің өзінің ризық несібесі бар. Халал жолменен, яғни сен қандай харам жолмен, мысалға, көптеген ақша таптың ба, дәл соны сен халал жолмен де таба аласың деген сөз. Өйткені Аллах тағала әркімге өзінің ризығын жазып қойған. Сен жаман жолмен алсаң да болады, жақсы жолмен де жаңағы өзіңнің ризығыңды тапсаң да болады. Бұл екіншісі. Үшіншісі, қызметті аманат екендігін білу. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады ғой, сендердің баршаларың несіңдер? Бақташысыңдар дейді. Бақташысыңдар, әркім өзінің несіне, егініне жауап береді. Сонда әкім болсын, президент болсын, бір жерде бастық болсын, немесе администратор болсын, бүкілі не болады? Өзінің астындағы қарамағындағы адамдардың баршасына не болады? Жауапты. Бүкілінен, яғни сұралатын болады. Аллах тағала қиямет күні ол адамның қандай адамға әділетсіздік жасады, немесе біреуден артық көріп жұмсады деген сияқты нәрселердің баршасынан да Аллах тағала сұрайтын болады. Сол үшін жаңағы берілген міндет ол аманат екенін білу керек. Аллах тағала яғни сенің лауазымыңнан міндетті түрде сұрайды. Әділдікті танытып, солай адалдан қызмет етуің керек. Одан кейін төртіншісі адал астан тамақ ішу. Кімде-кім асына, өзінің жеп жатқан тамағына мән бермейтін болса, онда ол яғни дұғалар қабыл болмайды. Жүрген жерінде ісі өнбейді. Өйткені жеп жүрген тамағы баршасы харам нәрселер болып жатса, тамақтарына күмәнді нәрселердің барлығын жей беретін болса, онда осындай күнәларға алып баратын себептер өте көбейе бастайды. Машалла, ұстаз. Сол хадистен, Құраннан, сахабалардың өмірінен өте керемет ашықтап бердіңіз. Алла разы болсын. Амин.